Балабақшаға арналған біздің кезегі папкамыз дайын болды. Мынау ішіндегі ойындарға керекті заттарымыз. Қазір көрсетемін оларды да. Менің отбасым, яғни барлығы мына жерде бізде апасы, атасы барлығы липучкамен жабысқан. Менің отбасым. Так, дене мүшелері барлығы тоже липучкамен. Астында көлеңкесі бар. Сол көлеңкесіне қарап балалар мынаны жабыстырады. Так, келесі бізде түстер. Міне мынау бізде мына жерде қараңыздар, мына карточка бойынша осылай баланың алдына қойып қоясыз, и бала осы бойынша мына түстерді рет-ретімен қойып шығады. Неше түрлі түстердің үйлесімімен осы карточкалармен 5 штук, 5 түрлі түсті әртүрлі ретпен қою үшін арналған. Келесі осындай түстер барлығы липучкамен жабысқан. Мына жерде нейро жаттығу ойыны. Бала үстіне өзінің қолын қойып тұрады. Сіз мынандай нелерді көрсетесіз. Түстерді көрсеткен кезде бала яғни сол қолын көтереді. Көрсеткен қолды. Так, бұл да түстерге байланысты. Келесі ойын жұптарды тап, носки жұпмен, бір пары носкидің липучкамен жабысқан, барлық алып тастап, кейін бала осы жерден парларын өзі орнына тауып қояды. Келесі ойынымыз, мынандай жартысын тап деген, тоже машиналардың жартысы липучкамен жабысқан, балалар машинаның жартысын өздері тауып қойғанға. Ыстық суыққа арналған ыстық заттар және суық заттар. Жабайы жануарлар, бұл жерде де жануарлар липучкамен және көлеңкесі, сол көлеңкесін тауып орнына осылай жабыстыра қояды. Баласын тап, кім не жейді және кім қайда мекендейді. Соңғысы бізде жемістер мен көкөністер, бұларда барлығы осылайынан көлеңкесін тауып орнына қойып шығады. Осындай папкаға тапсырыс берсеңіздер болады. Әртүрлі жекеме жазыңыздар маған. Неше түрлі ойындармен папкалар бар. Кіші топтар, ересек топ, мектеп алды дайындық тобына барлығына арналған осындай папкалар бар, дайындап беремін.